Жеке жыл саны 9. Пассивті жыл. Аяқтау, қорытындылау, егін жинау, кешіру, босату жылы. Қолдау, түсіну, өткенге байланбау маңызды. Биылғы жылы бұрын басталған барлық нәрсені аяқтау керек. Жөндеу, қарыздар беру, несиелерді жабу. Өйткені бұның бәрі жоқ дегенде 8 жылға созылуы мүмкін. Кеткісі келетіндердің бәрін жіберіңіз. Барлығын аяқтаңыз және тазалаңыз. Жаңа энергияға, күшке орын босатыңыз. Биылғы жылы толқулар өте көп. Сондықтан көбінесе ажырасулар мен бизнесте қиындықтар орын алады. Жыл бизнесті бастау үшін емес, қорытындылау үшін қолайлы. Биылғы жыл несімен қолайлы? Істерді, жобаларды қайта қарау, нәтиже бермеген нәрсені аяқтау. Келешегі жоқ жобалармен, істермен, қатынастармен байланыстарды үзу. Артық жүктерден, қоқыстардан, қажетсіз заттардан арылыңыз. Қайырымдылықпен айналысу. Жыл күші, жомарттық, кешірім. Істерді, қарым-қатынастарды, байланыстарды, жобаларды өкінбей аяқтау. Жанашырлық. Адамдарға жеке пайда күтпестен қызмет ету. Эгоңызды басыңыз. Достар, маған тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.